Баршаңызға сәлем достар. Бүгін барлық әлеуметтік желілерде хит болып жатқан осындай маклюбе атты тағамды дайындап көреміз. Маклюбе араб асханасының тағамы. Бізге қажетті болатын заттар: ол 2 болгар бұрышы, 500 грамм ет, сиыр еті менде, 2 пияз, 4-5 картоп, 2 сәбіз және 1,5 кесе күріш. Ысып тұрған табамызға сұйық май құямыз, сосын етті салып, қызарғанша қуырамыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Бөлек табада көкөністерді 2 жанынан қызартып қуырамыз. Енді табаға шамалы сұйық май құйып, жуылған күрішімізді салып қуырамыз. Етіміз осылай қызарып қуырылуы қажет. Енді қазанға немесе осындай табаны қалың кастрюльге тағамымызды жинаймыз. Ең бірінші пиязды саламыз. Қуырылған сәбізді саламыз. Қуырылған етімізді саламыз. Қуырылған болгар бұрышын қосамыз. Қуырылған картопты саламыз. Қуырылған күрішімізді саламыз. Тұрған плитамызға кастрюлямызды қойып 1 минуттай осылай қуырамыз. Сосын үстінен қайнаған суды құямыз. Суды күріштің бетінен шамалы асырып құямыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Сосын шамалы бетін ашып қайнатып, су тартыла бастаған кезде, күріштің деңгейінен шамалы су төмен түскен кезде бетін жауып баяу отта 30-40 минут пісіреміз. Күрішіміз піскенше салатымызды әзірлеуге кірісеміз. Бізге 2 қияр қажет, осылай майдалап тураймыз. 3 қызанақ тураймыз, жасыл пияз, тұздаймыз, қара бұрыш қосып, зәйтүн майын қосып, барлығын араластырамыз. Салатымыз дайын болады. Негізі бұл салатқа байланып қалған қағида жоқ. Бұның орнына морковь по-корейски немесе квашеный капуста қойса болады. Сонымен қатар консервіленген жүгері салса болады. Өз қалауыңыз бойынша. Мінеке күрішіміз пісті. Бізде шашыраңқы жабыспаған әдемі күріш шықты. Енді тамағымызды табаққа түсіру әдісін көрсетейін. Үлкендеу табағымызды аламыз. Сосын қазанды немесе кастрюльді өзіңізге ыңғайлы ғып ұстап, осылай төңкереміз. Сосын шамалы жылжытып, ақырындап көтереміз. Біздің тағамымыз осылай өзінің формасын ұстайды. Кастрюльдің түбіне шамалы ет пен сәбіз жабыс қалды, соны алып бетіне қойып жібердім. Енді салатпен жан-жағын осылай әдемілеп әрлейміз.
сосын салаттардың арасына айран құйып шығамыз. Менде дүкеннің айраны. Тағамның бетіне аскөк немесе жасыл пияз себеміз. Достар, біздің тағамымыз дайын болды. Бұл тағамның дәмі кәдімгі біздің палауға ұқсайды, бірақ көкөністерді бөлек-бөлек қуырғаннан өзінің бір ерекше дәмі бар. Өте көрікті, әдемі тағам шықты. Егер де рецепт сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар басқа да әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.